Бүгін біз 51-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші exercise, read the text and answer the questions. Текст оқып, одан кейін сұрақтарға жауап беру керек. Бұл жерде текстің қысқаша мазмұны Елизабет Тұрсынбаева туралы, оның Россияда дүниеге келгені, одан кейін Канадаға көшкен, сол жақта оқуын жалғастырғаны, оның жетістіктері, жеңістері туралы. Бірінші сұрақ: Which paragraph describes Elizabeth's family? First paragraph. Жауабы. Second question: Where did she study? Ол қайда оқыған? In Moscow. After that, she moved to Canada and studied there. Үшінші: What was her big break? Оның бір жарып шыққан сәті қай кезде, қашан болды ол? In 2013, when she won a silver medal in the Junior Grand Prix in Belarus. Төртінші: What problems did she have in 2014? Оның қандай қиындығы болды 2014 жылы? In 2014, she didn't have a coach and she had to train at shopping mall ice rink. 2014 жылы өзінің тренерінен айырылып қалған, тренер болмады. Сосын ол ТРЦ-дағы скейтинг, жаңағы коньки тебетін жерлерде дайындалған жарыстарға. Бесінші: What happened in 2017? 2017 жылы не болды? She came third in the Asian Winter Games. Ол үшінші болып келген Азия қысқы ойындарында. Exercise second. Екінші жаттығу. Бұл жерде study the key phrases, put the phrases in the order of the text, then check your answer. Мына жерге текст бойынша керек фразалар қою керек. Біріншісі: She got a strong personality and she is very sensible. Екінші: In the years that followed, she had to work really hard. Үшінші: She's been involved in charity since 2017. Төртінші: Elizabeth Тұрсынбаева was born in Russia. Бесінші: Her big break came in 2013. Ал бесіншісі бұл жерде: Since that, she has been interested in sport. Үшінші тапсырма: Complete the table with adjectives from the model text and order the words. Мына жерге бірінші кестені орындайтын болсақ, бұл жерде кестеде текстте берілген size деген размері, age, new деп тұр ғой. Мысалы, осындай сын есімдерді color, осының барлығын текстен алып қою керек. Текст бойынша мысалы мына жерде hair, long dark hair болды ол қызда. Big new car деп тұр, және де big dark eyes болды. Астындағы тапсырмалар: бұл жерде жақшаны ашып, дұрыс ретімен жазу керек сөйлемді. She is a shy little child болады. Екіншісі: She lives in a big new flat. Ол үлкен жаңа квартирада тұрады деген. Үшінші: She's got long blonde hair. Long blonde hair, ол ұзын сарғыш түсті шаш. Төртінші: Her sister has got beautiful big blue eyes. Әдемі көк көзі. Бесінші: She's very warm-hearted young girl. Warm-hearted деген мейірімді деген сөз, young girl. Алтыншы: She's wearing a lovely long red dress. Lovely деген әдемі ұзын қызыл көйлек. Бұл беттегі соңғы тапсырма. Writing it. Task A. Write a biography of a famous sports star. Бір атақты спортсменнің өмірбаянын жазып бер дейді. Одан кейін мына сұрақтарға жауап беру керек. Ол қашан туылды, кімге ұқсайды, және де ол қалай дамытты өзін спортта, оның ең бірінші жетістігі қандай, одан кейін не болды, осы сұрақтарға жауап беру керек. Мен мысалы Кристиано Рональдоны алдым. Ол he was born on February 5, 1985 on Madeira Island, Portugal. Сұрақ: What does he look like? Ол қалай сырт келбеті? He's tall, very athletic, with dark hair and brown eyes. Ол бойы ұзын, атлетик, және де қара шашты, қоңыр көзді. When and how did he get involved in sport? Ол спортта қалай дамыды? He started playing football as a child and joined the local club when he was 8. Ол с детства ойнады спортты, одан кейін 8 жасында местный клубқа қосылған. When and how did he get a big break? Жетістігіне ол 2003 жылы Манчестер Юнайтедке қосылғаннан кейін жеткен. What happened after that? Одан кейін не болды? Одан кейін he became one of the best players in the world. Одан кейін ол әлемдегі ең күшті ойыншыға айналды. What has happened since then? Since then he played for Real Madrid, Juventus and Al Nassr, breaking many records. Қаншама рекордтарға жеткен. How successful has he person been? He has been extremely successful, winning multiple Ballon d'Or awards and championship. Ол успешный адам, қаншама көп жетістіктерге жеткен чемпионат болып аталған. What are his plans for future? Оның болашаққа деген жоспары қандай? He plans to keep playing football and continue inspiring your athletes. Оның жоспары футбол ойнап, одан әрмен қарай өзінің атлетикасын дамыту.